Қалайсыңдар? Сәлеметсіздер ме? Бүгін китайский методика мен ұлттық тестілеу орталығының бір нұсқасын толықтай талдайтын боламыз. Енді сұмдық сабақ болады енді бүгін. Көресіздер. Так, енді мен өзімді таныстырып кетейін. Есімім Қайырбек Шауанұлы. Ұлттық осы ұбт бойынша 15 жылдық тәжірибем бар. Астана қаласында офлайн физмат академия деген орталық бар, соның директормын. Сіздерге таныс шығар, топ 500 математикалық лайфхак деген, сол курстың авторымын. Нейроматематика, китайский методика деген, яғни әдістерді қолданамын сабақ барысында. Инстаграм, тикток, телеграм, ютубта іздесеңіздер, менде Қайырбек Шауанұлы деп тапсаңыз іздесеңіздер табасыңдар мені. Так, китайский методика деген не? Жалпы ол кітапта жазылмаған 500 математикалық әдіс тәсілдер. Күрделі есептерді өте тез шығаратын жолдар, формулаларды ұмытып қала беретін балаларға түсіндіретін болсақ, бұл енді формуланы тез есте сақтаудың нейроматематикалық құпиялары бар. Соларды көрсетеміз. Міндетті түрде осы нағыз ұбт тапсыратын балаларға міндетті түрде ауада қажет лайфхактар. Және 4 жыл бойы ұбт-да тексерілген, яғни проверенный курс, бұл нәтиже беріп жатқан курс нақты. Және балалар, сабақ барысында міндетті түрде ескертіп кетейін, мен кітаптың әдісімен шығару жолын жазып қойған, бірақ оны айтпаймын. Яғни уақыт үнемдеу керек бізге айтқандан. Одан қала берді. Кейбір кезде мен айтқан әдіс осы кітаптың әдісінен тиімсіз болуы мүмкін, бірақ ол есепті шығару үшін өте оңай жеңіл жол есептеледі. Яғни айтқандан. Немесе есепті шығара алмай қалсаң, план Б, план С ретінде де қолдануға болады. Яғни айтқанда сынағаннан көрі сіздер өздеріңізге екінші, үшінші, төртінші жолын үйрендім деген сияқты бір оймен қабылдасаңыздар дұрысырақ болады. Так, мысал қараңыздар, бөлшектен бөлімде яратсақтан құтылу, осы есепті шығара алмасақ, түсінбесек, қалай шығарамыз? Онда китайский методика қалай шығарады? Китайский методикада бізге ол үшін не керек? Калькулятор керек. Калькулятор бізде ұбт-да рұқсат етілген. Кәдімгі 2-нің түбірін табамыз. Мінекей 1,41, 41, 42, 41 деп алдым. 3-тен 1,41-ді азайттық. 1,58, 59, 7-ні 1,59-ға бөлейік. 4,4, жоқ шамамен 4,40 ба, сондай. Так, енді кеттік мұнда. 3-тен азайтсақ енді мүмкін емес. 2-ге 3-тің түбірі 1,73, қоссақ 3,73, мүмкін емес. 3-ке қосамыз 1,41-ді, 4,41. Міне, біздің жауабымыз осы болып тұр. Қараңыздар. Себебі 4-шісінде тоже 2-ке тура секунд қоссақ, яғни 2-ке 1,41-ді қоссақ, 4-ке жетпейді өкінішке орай. Жауабы С болды. Ешқандай айтқанда математикалық білім керек емес. Бүкіл мағынасын жай жібере салдық, калькуляторды алдық, шығара салдық. Бітті. Яғни бірінші чудо әдіс осы. Кеттік келесі. Екінші, не дейтінді? Модульмен берілген. Өрнекті ықшамдау керек. Модульді түсінбесеңіз, жалпы қабылдай алмасаңыз, білмеймін, не дейміз. Китайский методикамен қалай шығарамыз балалар? Бұл жерде өте қарапайым. Бізге айтады, 2024-тен кіші бір санды ала сал дейді, жалпы. Солай түсінсеңіз, біз 2024-тен кіші бір аның орнына 0 деген санды қояйық. 0 деген жалпы оңай сан ғой, сол үшін 0-ді қояйық. Так, сонда бізде не болады? Так, мұнда 0 кетеді. Минуста 4,48, яғни 4,48. Мұнау 0 кетеді. Минус 2025. Так, мұнда 4,48, мұнда 2025 болса, азайтсақ 2023 қалады. Мұналар жауаптардың барлығына 0 қойып кетсе, қайсында 2023 шықтыр? Жауап Ада. Болды. Басқаларда мүмкін емес. Соңғысында минус 2023. Бітті? Бітті. Ешқандай басты қатыратын ештеңе жоқ. Келесі, үшінші есеп. Тригонометриялық өрнекті ықшамдау керек. Опять формула білмесеңіз. Енді формула көп қой жалпы тригонометрияда. Тригонометрияны жалпы білмейтін балалар өте көп көрем. Түсінбейтін жалпы енді ол. Ешқандай формула жаттамай-ақ, ең қарапайым, ең базовый ақпаратты білу арқылы біз мына есепті қалай шығарсақ болады. Альфаның орнына бір қандай да бір бұрышты қоя саламын мен. Балалар, өрнекті ықшамдау деп тұрғандықтан. Енді мен альфаның орнына бұл жерде 45 қойсам 90 болады. 90 градуста котангенс, тангенстердің жаңа мәндерінде проблемалар бар, білесіңдер ғой, Сондықтан біз альфаның орнына біз 22,5 деген градус қойып қарайықшы. Сонда бізде былай болады. 1 плюс котангенс мынау 45 болып кетеді. 2-ге көйіп отырып қой. Астында 1 плюс тангенс 45 градус болып кетеді.
45 градустарда ол тангенс 1-ге тең, оны білу керек енді балалар. Бұны да білмесеңіздер, өкінішке орай онда есеп шығара алмай қаласыз. Ең қарапайым нәрселерді білу керек деп айтқаным сол. Бірақ енді бұл 45-терді жаттай алмай жүрсеңіз, ол нейроматематикалық фишка бар, яғни өте оңай жаттайтын әдістер бар. Сонымен қараңыз, мұнда 0,5 қосылған 0,5 ол бізде 1 шығады. Жауаптарға да сол 22,5 қоямын. Мұнда синус 30 градус болады. 30 градуста ол 0,5, а жауап а емес. Мұнда 45 градус болады. 45 градуста косинус түбір 2/2, б емес, с емес, жауап д. Жауап себебі д-да 1 деп тұр. Бітті. Балалар, бұл жерде ойлау мүмкінсіздер, жауап д-да 1 деп шықты. Не үшін аны бұны тексерді? Потому что оларда да 1 шығып кетуі мүмкін кейде. Ол кезде сіз бұрышты ауыстырасыз, яғни басынан қайттан бастайсыз, басқа бұрышты қойып қарау керек. Түсінікті ғой, иә? Келесі, көп мүше көбейткішке жүктеу. Енді қысқаша көбейт формулалары, бұл жерде квадрат үш мүшені көбейткішке жүктеудің формуласы бар, соны бірнеше әдістерді білу керек. Мен ойымша енді оңай есеп емес бұл, жайылмай, яғни а деңгейіндегі есеп емес. Сізге қиындау болады деп ойлаймын бұл есептің өзі, мысалы қараса. Бірақ сіз осылай шығара алмасаңыз, шығару жолын білмесеңіз, біз китайский методикамен қалай шығаратын едік. Балалар, дәл жаңа тригонометриядағы әдісті қолданамыз. Себебі бізде тапсырма не деп жазылып тұр? Көп мүшені көбейткішке жүкте деп жазылып тұр, па? Көп мүшені көбейткішке жүкте. Болды. Біз альфаның орнына бір санды қоя саламыз. Бәтті. Мысалы мен нешені қояйын. Так, қызық, мен 0-ді қойсам, мына жерде б, с, д бәрін өліп кететін сияқты. Так что мен 0-ді қоймай қояйын, x-ның орнына 1-ді қояйын. 1-ді қояйын. 1-ді қойсам 1 плюс 3, 3-тің 4 дәрежесі, мұнда 8 көбейтілген 1 плюс 3 квадрат қосу 16. 81, 72, 16. Неше шығады сонда? Калькуляторды алайық, 81-ден мен есептеу осындай элементарный нәрселерден жаман жатырсам мен, соқтан калькулятор қолданып жатырмын болар. 25. Бірді жауаптарға да қоямыз. Мұнда бірді қойсақ 5, 8 үшін 25 точно шықпайды. Мұнда бірді қойсақ 25, 5-тің квадраты 25. Міне жауап б шығып тұр. Бірақ б мен с мен д-ны тоже тексеремін. 1-ге 2, 3 болады, 3-тің квадраты 9, мынау емес. Мұнда 1, мұнда 5, бірақ 5-тің кубы ол 120 болып кетеді. Яғни жауабы анық б шықты. Түсінікті ғой, иә? Жаңа мұн жақ бетінде шығару жолы тұрды ғой бара. Расымен тоже б шыққан. Так, түсінікті ғой, иә, балалар, иә? Ешқандай формула керек емес. Алдында патыр осылай шығарып кете бересіңдер. Балалар, мынау промокод деген не нәрсе деп ойласаңыздар, мына жақта не шығып жатыр? Кемел адам деп не шығып жатыр десеңіздер. Бұл курсты жеңілдікпен, яғни топ 5 математика лайфхак деген курс бар. Сол курсты жеңілдікпен алатын промокод, яғни. Курс туралы кейін таныстырып жатармын. Так, келесі модуль теңдеу. Жалпы теңдеулерді шығара алмасаңыз, тоже нақты сандар жиында шешуіңіз біртүрлі қызық жаңа айнымалы енгізгенбіз бе, иә? Давайте осының бәрі үшін түсінбесек, не істейміз? Түсінсеңіз тіпті тамаша болады. Түсінбейтін балалар айтып отыр мен. Кейде мысалы ұмытып қалсаңыз, немесе қиындау есептер келіп қалса, сіз не істейсіз мысалы, иә? Жай ғана, мен ойымша бұл бәріңіз білесіздер бұны. Просто жай ғана жауаптарды апарып қоямын. Яғни қараңыздар. 2-нің квадраты 2 модуль 2 қосу 1 тең 0. Мен ойымша бұл ешкімге жаңалық емес, барлығын білесіздер. 0 шықпайды қосқан кезде. Так, 1-ді қоямыз. 2 көбейтілген 1 қосылған 1. Тоже қосқан кезде 0 шығу керек, өкінішке орай 0 шықпайды. Минус 1-ді қойсақ, минус 1-дің квадраты ол 1. Мына жерде модульде минус 1-ден ол по-любому плюс шығады, сонда 2 қосылған 1 тоже өкінішке орай 0 шықпайды. Онда шешім жоқ. Бітті. Келесі. 6-шы мысалға келдік, иә? Теңдеулер жүйесі, балалар. Теңдеулер жүйесі өте қызықты есептердің бірі. Теңдеулер жүйесін сіздер негізі білесіңдер, жауаптар бүйтіп қоюға болатынын, бірақ тағы да бір кішкене болса да креатив қостым мен. Бұл жерде қалай? Мұнда мысалы қараңыздар, ортақ бөлімі 12 болады деп тұр. Бұл жерде байқасаңыздар. Себебі 1 бөлінген x пен 1 бөлінген y-тің ортақ бөлімі 12 болады деп тұр, мына екеуінше. Сонда мына жерден ортақ бөлімі 12 болатын варианттарды іздеймін. Жай ғана ортақ бөлімі 12 болатын іздеймін. 9 мен 1 ортақ бөлім 12 болмайды, 8 мен 2 12 болмайды, 3 мен 7 12 болмайды, 6 мен 4-тің ортақ бөлімі 12. Мінекей. Енді расымен тексеріңіз. 4-ке 6 10 шығады, мұнда асынан тексеріп қойық. 1 бөлу 4, 1 бөлу 6. Ортақ бөлім 12, мұнда 3-тен берем, мұнда 2-ден берем, үстінде 5. Бітті. Яғни, сіздер кейде ойлайсыздар, ұзақ қой, ана бәрі қойып тексеріп отыру деген. Яғни, осындай бір креативтер қоссаңыз болды, быстыр шығып кете береді өзі есеп. Уақыт үнемдеп, яғни кете бересіздер. Келесі, кері функция. Енді бұны да TikTok-тан елерден көріп жүрсіңдер.
что-то бір оңай есеп екен негізі мынау ше кері функциялар болмайды. Бірақ любой қиын кері функцияда всегда орындалатын әдіс бұл негізі қазір айтайын тұрған. Яғни мен x орнына бір санды қоя саламын. Мысалы мен x орнына 2-ні қояйын. Сонда не болады менде? 2 көбейту 2 минус 1 3 шығады. Мінекей. Енді мен керісінше жауаптарға барлығына x-ның орнына 3 қоямын. Жауап менде 2 шығу керек. Яғни наоборот қоямын. X-ның орнына 3 қоямын, y менде 2 шығу керек. Түсіндір ғой? Так, тут енді айқын көрініп тұрған сияқты ғой негізі. Мына 3 қойсақ 1,5 болады. 1,5-ға 0,5-ді қойсақ жауап 2 шығады. Міне, айқын жауап 2 шығып тұр. Және бұл жерде андай сомневаться етіп басқа шығып қалса деп емес. Все, гарантия 2 деп алып кетсек те болады в данный момент. Немесе басқаларын просто отрицать етіп көрсетейік. Мында 1,5-дан 1,5 0 шығып кетеді. Мында 1,5-дан 3-ті қойсам 1,5 ғой. 1,5-ға 1,5 3 шығып кетеді. Мында 1,5-дан 0,5 1 шығып кетеді. Яғни өкінішке орай бұның барлығы болмайды. Жауабы А. Сенімді түрде жауап А шықты. Бітті. Өте қарапайым, басты қатыратын ештеңе жоқ. Даже геометрияға да китайский қолдануға болады екен, қараңыздар. Тік параллелепипедтің табан қабырғасының ұзындығы 5-ке тең ромбны, тут қарапайым есеп екен бірақ. Параллелепипедтің барлық қырының ұзындықтары тең болса, бүйір бетін ауданын табыңыз дейді. Яғни пи табан h деген сияқты жалпы осылай призмаларды түсінбейтін болсаңыздар, формулаларды ұмытып қалсаңыздар, жалпы енді бұл. Мен ойымша бұл енді жаңалық емес, бірақ енді бір не дейміз? Бір логикалық нұсқасы деп мен көрсетіп отырмын енді. Сіздерге бірақ бұл негізі жаңалық емес. Қараңыздар, параллелепипедті егер біз жазатын болсақ, яғни ашатын болсақ, бүйір бетін. Параллелепипед осындай ғой. Осыны ашатын болсақ, бізде ол былай ашылады. Кстати, бәрі ромб деді, сондықтан барлық мына жақтары барлығы тең, бірақ осылайдың төртеуі ашылады. Мінекей, мынау табандары 5, 5, 5, 5. Сонда мынау ұзын қабырға ол бізде 20-ға тең қалды. 20-ға тең. Так, бізде мынау биіктігі тоже 5 болды бағана, потому что барлық қырлары тең деп айттым. Сонда біз мына бүйір бетінің жазбасы осындай болады. Бұны біз кәдімгі үлкен бір тіктөртбұрыш деп алып қарастыра саламыз. Тіктөртбұрыштың ұзындығын сіздер білесіңдер, яғни ені мен ұзындығының көбейтіндісі. 5 көбейту 20 100 болды. Енді бұны так білем ғой деп айту мүмкін. Білсеңіз жақсы, молодцы, керемет. Менде енді басқа бұл жерде бұдан артық оңай әдіс жоқ енді. Сондықтан осыны ұсындық. Так, келесі логарифм. Так, теңсіздіктер, яғни осындай есептер, күрделі есептер, анықталу деген нәрселер бар. Осылардың барлығын білмесеңіз, теңсіздіктерді, яғни теңсіздіктер жүйесін қалай Китай әдісімен шығарамыз. Так, қараңыздар, тоже қызықты қараңыз. Ана А, Б, С, Д деген нұсқаларды көріпсіздер ғой. Осылардан қандай да бір санды барып есепке қоя саламын. Бітті. В общем, қараңыздар. Енді мен всегда осындай жақтарда көбіне 0 деген санды жиі қоямын. Бірақ 0-ді қояйын десем, енді почти біреуінде ғана бар екен, міне басқаларында 0 жоқ болар. Так что 0 емес басқа бір санды қоюға тырысайық, кішкене более ыңғайлы бір сандардың біреуін. Так, мысалы 4 деген санды қойып қарайық. 4 әйтеуір біреуінде бар, біреуінде жоқ екен. 4-ті қойып қарасақ, астында 2 көбейту 4-тің квадраты 36, мұнда 32. 32 кіші 32. Мен астына қойдым, потому что асты оңайырақ пока что. Все, біреуіне орындалмай қалса, бітті, керек емес. Яғни 32-32-тен кіші емес қой. 4 маған керек емес. Бұда 4 бар. Қараңыздар. Мына жерде 4 бар. Жалпыны қойып жатқан сан бар ғой, біреуінде бар, біреуінде болмау керек. Мысалы, А-да 4 жоқ, А болады. Яғни жоқ деген сөз. А болады, пока что кандидат. Б-да 4 бар, Б бола алмайды. С-да 4 жоқ деп тұр, тоже мына жай жақша. Значит, бұл да болады, пока что. Д-да 4 бар. 7-4 пен 7 арасында 4 бар, бұл болмайды. Енді А мен С-дағы айырмашылықты қоямын. Яғни А-да бар, С-да жоқ деген сияқты. Осындай бір санды қоямын. Так, қандай сан ол? 5 деген санды алайық. Опять же, потому что мұнда 5 бар, мұнда 5 жоқ болып тұр. 5-ті қойсақ, 2, бұл жерде 5-тің квадраты 25, 50 кіші 32-ден. Өкінішке орай 50 32-ден кіші ма? Жоқ, ақиқат емес, яғни жалған. Дұрыс емес, 5 маған керек емес. Себебі 5 орындалмайды. 5 жоқ деп тұр, ада ол дұрыс сонда. Қараңыздаршы, логарифмге вообще жақындаған жоқпыз, есеп. Логарифм қорқынышты болып тұрады, бірақ логарифмге мүлдем тиіскен жоқпыз. Все, осылай шығып кетті, жауап А, бітті. Так, ақиқат жалған деп кете бересіңдер. Келесі. Тригонометриялық теңдеулер. Ойбай, оған да болады. Тригонометриялық теңдеулер. Енді білесіздер ғой, жалпы тригонометрия бағана айттым, қиын деп. Түсінбейтін балалар көп. Мен үшін қиын емес, балалар, кейбір балалар қиналады.
Так, енді осы теңдеуді шығара алмасаңыздар қалай табуға болады байқана китайскиймен. Сол бағанағыдай жауаптарды апарып қоясыздар, басқа ештеңе жоқ енді принципе. Так, мысалы қараңыздар, косинус 90 градусты қойсақ, мына жерден косинус 90 градусты қойсақ, косинус 90 градустан 0. Мынаудан 0, мынаудан 0 кетеді, 1 тең 0 шығып кетеді. 1 тең 0 дұрыс емес. Мына да 90 градус бар, ол дұрыс емес. Минус 90 градусты қойсаңыз да дәл солай орындалмайды. Яғни екеуден 0 шығады. Сонымен Б мен С ғана қалды. Балалар, Б мен С-да енді кішкене кейбір нәрселерді түсінсек күшті болады, негізі жарайды, бірақ көрсетейін, бар жоқ, бастапқыда 0 және пи деген көрдіңіздер ғой. Так, қараңыздар балалар. Осы жерде пиді қойып қарайық. Косинус квадрат пи 2 косинус пи қосу 1 тең 0. Косинус пида ол минус 1 негізі. Квадраттасаңыз по-любому 1 шығады плюс. Мұнда минус 1, бірақ минус 2 мен ол плюс 2 болып кетеді, және плюс 1. Ол 0 шықпайды, 3 болып кетеді, яғни 3 тең 0 емеске немесе. Яғни пи болмайды. Сонда жауабымыз Б. Мен даже тексергенде жоқ, мен жауабы гарантия бір бірақ. Потому что жалғыз өзі қалды ғой. Так, келесі. Мәсал. Сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап дейді. Балалар, мына жердегі есеп мысалы 36 деп шығара салғанбыз. Негізі мынаның өзі кітаптың шығару жолын деп жазып қойғанбыз. Мынаның өзі негізі кейбір кезде некорректный болады, потому что мұның суретін салу керек, негізі желательно балалар. Бұны дәлелдеп мен берген талай балаларға. Кейбір ситуацияларда, яғни. Бірақ ол ситуация өте ретке келсе, сондықтан біз осылай қарапайым суретін салмай шығара береміз негізі. Желательно суретін салсаңыз дұрысырақ болады негізі. Себебі четко дұрыс шығу үшін. Енді жарайды, мен қазір осы x квадрат минус 6x сызықтармен шектелген фигураның ауданын қалай табамыз балалар? Сәл қиындау болуы мүмкін, бірақ кәдімгідей графигін салып, басқа не бар? Қараңыздар, x квадрат минус 6x-ті мен 0-ге теңестірейін. Мне кажется, сәл күрделі деп ойлаймын, негізгі шығару әдісінен. Бірақ енді есеп шығарылмай қалдым деген вариантқа қарастырып жатырмық. 0 мен 6, қараңыздар, 0-ден бастап 6-ға дейін қойып шығамыз. 1-ді қойсам минус 5, 2-ні қойсам 4, 12, минус 8, 3-ті қойсам 9, минус 9, 4-ті қойсам минус 8 болады, мына зеркальный 5-ті қойсам минус 5 болады, минус 5 болады, 6-ны қойсам 0 кетеді балалар, 0-ді қойсам 0. Короче, мен графигім былай шықты міне. Байқадыңдар ғой, енді мен жерде оңайлау болу үшін бір жағын ғана симметрично байқадыңдар ма? Бір жағын ғана шығарсам жеткілікті. Қай жағы, мысалы, мына жақ беті оңайырақ болуы мүмкін. Неге жақынырақ екен? Бетіп сызып өтейік. Енді балалар шықма жұмыс қиын деп айту мүмкін. Мен енді сіздер шығарылмағандықтан ғана көрсетіп жатырмын осындай методикасын. Так, енді кеттік, осын санайық. Бұл жерде тор көздер санаймыз. Толық тор көздер бар, байқаусыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне, 13 тор көз нақты көріп тұрық. Яғни, дұрыс па? Толық тор көз, ол 13-ті жазып қоямыз. Яғни, бірлік болғандықтан, яғни 13 квадрат деген сөз. Келесі қалғандарын қалай есептейміз, қараңыздар. Мына жақта барынша бүйтіп көрсетейін, сіздерге түсінікті болсын. Мына жер үшбұрышты көрдіңіздер ма? Осыны тікбұрышты үшбұрыш ретінде қарастырамыз, шамамен, жоқ шамамен. Мынау 1 см болса, тікбұрыш үшбұрыш қараңыздар. Мына 1 болса, мына жақ қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 болып тұр. Екеуін көбейтіп 2-ге бөледі, үшбұрышта А, Б бөлу 2 деген әдіс бар, яғни сонда 2,5 шығады. Уже қара, 13-ке 2,5 қосамыз қазір. 13-ке 2,5 қосамыз. Келесі, мына үшбұрышты тоже қарастырамыз. 3-те 1, яғни 1,5 болады. Қараңыз, бұлай 1, бұлай 3 болды. Еще мына жер шамамен 0,5. Сонымен қоссақ қанша болады бұл жерде? 3, 4, 4,5, 13-ке 4,5-ді қоссақ 17,5 шықты. Жоқ шамамен, бұл барлығы нақты емес, 17,5. Енді бұл бізде бір жақ беті ғой, екінші жақ беті тоже 17,5 деп есептесек 35 шықты. Балалар. Енді осыған қарайық. 24, 48, 27 дегендер келмейді, значит, жауабы 36. Түсіндер ғой, себебі бізден сөйтіп ашып береді ғой енді, сондықтан оны ескеріңіздер. Бар осындай әдіс бар.
неге осылай шығармасқа, чем наугад белгілегеннен көрі, дұрыс па? Егер есепті шығара алмасаңыздар балар. Так, келесі. Тригонометриялық теңсіздіктер, тоже бірлік шеңбер, осындай әдістер, формулаларды білмесеңіздер, қалай шығарамыз балар? Теңсіздіктерді бағана шығардық. Осындай әдістерді. В общем, жауаптардан апарып қоя саламыз, иә? Бірақ қиындау ма деп қоямын жерде. Так, давайте бүйтейік онда. Біз мысалы 90 градус деп ала салайықшы. 90 градус деп ала салайық. Иә. 90 градус, бірақ біреуінде ғана жоқ қой, 90 градус. Қараңызшы, қойған бұрышын біреуінде бар, біреуінде жоқ болғаны тиімдірек негізі ше. 0 давайте. 0 онда хотя бы. Косинус 0, мына жерге 0-ді қояйық. Косинус 0, ол косинус 0-де 0, 0 минус 2-ден 1-ден үлкен б. Иә, үлкен ба, ақиқат қой. Яғни 0 бізге керек. А нұсқасында 0 бар балар. Минус 90 мен минус 60 пен плюс 60 арасында жерде 0 бар. А болады. И Д нұсқасында тоже 0 бар. Себебі минус 120 мен плюс 120 арасында тоже бар. Б мен С-да жоқ. А мен Д-ның айырмашылығы, мысалы, біреуінде бар, біреуінде жоқ деп алатын болсақ, мен бағана сол 90 градус алсам болады сияқты екен. Сен бұл жақта 90 жоқ. Д нұсқасында 90 бар. 90-ды қойсам. Косинус 90 градуста. Тоже неше? Ой, мына жерде косинус 0-де 1 ғой бала. Мен 0 деп кеттім. По-любому ақиқат бағана. Косинус 90 градуста 0. 0 минус 2-ден 1-ден үлкен. О да дұрыс. 90 градус керек. Ол да жауабы Д, бітті. А нұсқасы болмайды. Бұл жерде косинус 0-де бағар 1. Мен 0 деп көтердім ғой шатасым. Так, түсінікті ғой, иә? Болды. Кеттік. Ух ты, екі вектордың арасындағы бұрыш. Енді балалар, бұл енді сұмдық, енді мына әдіс бар ғой. Қиындау болуы мүмкін, тоже ескертейін. Бірақ енді тригонометрия осындай бір формулаларын білмесеңіз, қалай шығарамыз? Балалар, креативный методика бұл енді өз бағасын беріңіздер. Сіздерге негізі көмектеседі кейде. Дұрыстап түсіне алсаңыздар ше. Яғни жақсылап түсінсеңіз постоянно көмектеседі. Дұрыс түсінбесеңіз енді когда удобно сол моментті қолданасыздар. Так, қараңыздар. Осы екі вектордың арасындағы бұрышты есептеу керек. Мен істеймін. Мен аламда алдымен бұның графигін сызамын. Минус 3-те 2 деген не деген сөз? Мысалы, бір нүктені алайық. Осы жерден қараңыздар. 3 сантиметр солға кету деген сөз. Минус 3 деген қараңыздар. Мына А векторын сызып отырмын. X минус болса солға, плюс болса оңға кетеді. X-тар. Y-тары жоғарыда мен. Мына Y-ге қараңызшы 2, плюс 2 дейді. Мына жаққа 3 сантиметр бардық, енді жоғары қарай плюс 2 кетеміз. Бұлай бардық, бұлай көтерілген кезде примерно мына жерге барамыз. Міне. Енді өзім 0-ден бастадым әдейі. Өзім білесің жалпы қай жерден бастасам да. Мына А векторы. Келесі Б векторын салайық. Ол не тоже 1 сантиметр солға, 5 сантиметр жоғары дейді. 5 сантиметр кетейік. 1 сантиметр жоғары, 5 сантиметр жоғары кететін болса, міне. Қараңызшы, минус 1-де плюс 5. Мына жерде жатыр. Мұнда минус 3-те плюс 2, ол мына жерде жатыр. Міне. Бұл несі график четко салып міндетті емес, бір сіздерге түсінікті болу үшін ғана салып беріп жатырмын. Жақсылап түсініп алсаң, оны бірақ есеп қана түсіндіріп жатырмын ғой деп. Так, енді қараңыздар. Қызықты қараңыз. Мынау екі векторды көріп тұр қой. Осы екеуінің арасындағы бұрышты табу керек қой. Прямо балалар, мен геометриялық мағынасын табайын тұрмын енді. Геометриялық мағынасымен. Енді былай қарасам бір қызықты, енді бір жағынан қиын бола білмеймін сіздерге. Ошын былай, мыналармен есептеген кезде бар ғой, ең қызықты нәрсе, мынандай бір дүниелер түсіну керек, қараңыздаршы. Мынандай квадратик болатын болса, квадратикті екіге бөлген кезде, мына бұрыш 45 градустан бөлініп қалады, өте оңай болады. Сондықтан біз квадратикқа келтіреміз, мына минус 3 болды ма, мына жақтан плюс 3-ті алсақ, міне қараңыздаршы, міне. Мынаны квадратқа келтірдім. Сонда қараңыздар. Мына бұрыш толықтай 90 градус болса, толықтай. Мынау келттерін үзіксіз оны 45 пен бөлді. Сонда мына жақта қара 3 сантиметр ғой, 1, 2, 3 деп бөлінді. Мына әрбір решетка 15 градус болып қалды деп есептейміз. 15 пен 15, сонда мына жағымыз 30 градус.
бұл жуық шамада. Точно емес, енді жуық шамада 30 градус. Және бұл бұрышы, синустың бұрышы балар. Запомните, синустар себебі өспелі болғандықтан осылай қарастыруға болады. Келесі. Мына бір вектор. Оны 5-ке барып тұрғандықтан оны 5-те-5ке келтіреміз. 5-те-5ке. Бұны негізі айтып тұрмын ба, тез шығаруға болады, просто сіздерге түсінікті болу үшін осылай көрсетіп жатырмын, анығынан ұштап. Міне 5-те-5. Опять 5-те-5-тің сызығын бүйтіп істейтін болсақ, мына жер 5-ке бөлінеді, иә? Байқап отырсыңдар мына 5-ке бөлінеді. Осылай. Сонда біз 45 градус қой, 45-ті 5-ке бөліп жасақ, каждыйымыз 9 градустан болып қаламыз, иә? Мынаның бәрі 9 градустан болып қалады. Сонда бізге мына бір бұрышымыз ол 9 градус деп істейміз. Қараңыздар. Не түсіндер? Общий 90 градустан енді мына 30 градусты және мына 9 градусты алып тастасақ. 90-нан азайтамын 30-ды, еще 9-ды. Шамамен 51 градус деп жазыпты. Енді шамамен 51 градус. Енді чуть-чуть системная ошибка болады, ол қатты маңызды емес. Бұл синустың мәні, жалпы синус 51 градус болып тұр. А бізге вообще-то екі бұрыштың арасындағы бұрыш ол косинуспен өлшенетін болса, синус 51-ді біз 90-нан азайтсақ, косинус 51 шығады. Косинус шығады. Керісінше косинус 39 градус. Яғни қараңыздар. Значит, біз оны 45 деп алсақ болады. Мына үшеуі емес. Түсіндер ғой, осындай модельмен өте оңай шығара аласыздар. Если мынаның графигі сызылып тұратын болса, кейде векторлар графигі сызылып тұрады, тіпті оңай ол кезде, потому что точкаларды есептей отырмайсыздар, тез шығып кете салады. Түсінікті ғой, балалар, осындай әдіс бар векторда. Орындалады балалар. Запомните, только это синуспен есептеп аласыз, кейін косинусқа айналдыра саласыздар. Так, мына жер түсінікті ме сізге негізі? 51 мен 39 деген. Тригонометрияны кішкене түсінсеңіздер, 90-ға азайтасың, екеуі бір-біріне тең. Так, келесі. Функцияның анықталу облысын табыңыз дейді балалар. Логарифм анықталу облысы, түбір ағысты, бөлшек рационалын, олардың анықталу облыстарын енді тымды түсінбейтін болсаңыз, не деп айтамыз енді балалар? Ең болмағанда мынандай нәрсені түсініп алыңыз, ең болмағанда. Мынау логарифмде мына бір өрнектер тұр ғой, логарифм 2 негізіндегі 2х минус 7 деп тұр ғой, мына логарифмдердің саны бар, осы жерде теріс сан шықпау керек балалар. Логарифмде. Енді ол түсініп тұрса, онда осы жерден жауаптардан бір сандарды қойып қараймыз. Мысалы, қараңыздар, 0 деген санды ұстап алайық та қояйық, мысалы. 0-ді қойсақ, 0 минус 7 терістен шығып кетеді. 0 керек емес. Мұнда мысалы с-да 0 бар. Қалғандарында 0 жоқ, иә? Енді ары қарай мынау б нұсқасын жазып тастасақ болады, потому что мысалы минус 5 деген санды қойсаңыз, анық көрініп тұр ғой, минус 10 минус 7 терістен шығып кетеді. Бұда болмайды. А мен д ғана қалды. А мен д-ның айырмашылығы 4 деген санды ғана. Себебі мұнда 4 бар, мұнда 4 жоқ болып тұр. Давайте 4-ті қояйық. Мұнда 4-ті қойсақ 16 қосу 4 болады. Ода дұрыс. Яғни 10 сан шығып тұр. 4 керек қой онда менде. Сонда қараңызшы, мынау да айтады 4 қате дейді. Жоқ, извини. 4 керек емес депті. 4 керек, потому что мен 4-ті қойсам, четко орындалып тұр. Қараңыздар. 1 деген, яғни біз ең басты теріс сан шықпау керек, теріс сан шыққан жоқ. Анда қойдым, тоже теріс сан шыққан жоқ. Все, жауабы А. Түсіндер ғой, балалар? Келесі. Цилиндрдің биіктігі 6 см, таманның радиусы 4 х болсын. Осындай геометриялық есептерді шығара алмасақ. Енді бұл жерде бір сұмдық бір лайфхак айтайын жоқпын енді балалар. Бірақ қалай айтсам екен? Есепті кішкене болса да тез шығаруға мүмкіндік береді. Енді бұл геометриялық жалпы лайфхактар қолдану оңай емес. Сондықтан бір вариантты қарап жіберейік. Қараңыздар, цилиндрдің осьтік қимасы осындай бір фигура шығады жалпы, всегда. Квадрат па, тіктөртбұрыш па. Сонда мына биіктігі 6 дейді. Табан радиусы 4 дейді. 4, мынау тогда 8 болады сонда. Сонда қараңыздар, бізде мынау диагоналі. Біз мынандай нәрсені білу керекпіз просто. 6, 8, 10 деген Пифагор үштіктері бар балалар. Мінекей, осымен ақ шығарып тастай саламыз, яғни мынау 6, мынау 8 болатын болса, мынау 10-ға тең. Бітті. Енді 6, 8, 10 Пифагор үштіктеріне байланысты основасы мынандай нәрселер бар, тоже бұнда айта кетейін. Ақыры кішкене толықтырып кетейін лайфхагымды. 3, 4, 5 деген сияқты Пифагор үштіктер осындай бір қандай да бір сандарды кез келген бір натурал санға көбейтсек, тағы да Пифагор үштігі шығады. Мысалы, мен алдымда бұлардың барлығын 2-ге көбейттім. Сонда 6, 8, 10 шықты. 3-ке көбейтсем 9, 12, 15. О да расымен Пифагор үштігі болады. Тексеріп қарсаңыз болады. Яғни 81 қосылған 144 тен 225 болады расымен де. Түсінікті ғой, осындай кішкентай ғана информациялық жаттау арқылы біз есепті тез шығара аламыз. Енді бұл жерде тікелей китайский методика дегеннен көрі
бір блиц математика деп айтсақ болатын шығар енді. Так, қараңыздар, келесі. Теңдеуді шешу керек. Логарифм. Енді логарифмді түсінбесеңіз, не дейміз енді, шығара алмасаңыз, білмеймін енді, мынау күрделі процесс қой, бір бәйдем жерде кәдімгі жаңа айнымалы енгізіп шығару керек екен, әжептәуір қиындау. Не істейміз? Жай ғана енді біз білеміз, бұл теңдеу болғандықтан жай ғана варианттарды апарып қоямыз, иә? Сонда қызық, бірді апарып қояйын. Мында 3-тің квадраты 9 болады, мында 2 көбейту 3 болып қалады. Мында логарифм 4-те 9. Логарифм 2 негізінде 9-дан 6-ны азайтсақ 3. Логарифм 2 негізінде 3, ол логарифм 4 негізінде 9-ға тең. Себебі осындай процесті түсінсеңіздер керемет болатын еді. Логарифмді мына екеуін қатар бүйтіп түбір тауып жіберуге болады. Сонда ол 4-тің түбірі 2, 9-ның түбірі 3 болады да, яғни өзара тең болып қалады. Бітті уже жауап. Бір екен балалар. Қалғандарын тексеріп те келеміз. Бірді қойдым, четко орын алды. Бітті. Түсінікті ғой, иә, балалар? Бұл енді бұл жерде өте қарапайым нөлдік деңгейдегі лайфхак енді. Просто жай ғана жауапты тексереміз. Келесі, логарифмдік теңдеулер жүйесі. Ой, мынау қызықтау екен. Әжептәуір шығару жолда күрделі сияқты. Так, мына жерде не істей аламыз? Мына жерде не істей аламыз, балалар? Енді просто бұл жерде 3-тің дәрежелерін жазып шығып, барып қана шығарылсын бар. 3-тің 0 дәрежесі 1, 3-тің 1 дәрежесі 3, 3-тің 2 дәрежесі 9, 3-тің 3 дәрежесі 27, 3-тің 4 дәрежесі 81, мысалы, примерно 5-ке бармай қойық. Так, енді осы жерге еще раз жасақ болады, 0 дәрежесі 1, түсінікті болу үшін сіздерге просто. Балар, осы жерден просто апарып қою арқылы талдаймыз. Мысалы, мен 81 деген 5 шығу үшін 5 дәреже керек қымаған. 4 дәрежемен 1 дәрежені алсам, 5 дәреже келеді, дұрыс па? Примерно осыған келтірсек, қараңыздар. Еще мына 9-ның дәрежесіне келіп тұрген. Давайте попробуем. 81 мен 9 қойып қарайық осы екен. Қараңыздар, мында 81-ді қойсам, логарифм 9-да 81 ол 2, y-ке мында 9 қойсам, ол тоже 2. Бізде неше шығып қалады? 4 шығып қала ма? 4 шығып қалады, иә? Так, 4 шығып қалады. Если оларды наоборот ауыстырып қойсақ, мына жаққа 9-ды қойып, мынаған 81-ді қойсам. Қара, 9-да 9 ол 1-ге тең, 3-те 81 ол 4-ге тең, 5 шықты. Теперь x-ның орнына 9 қойсам, үстінде 2 болады, 3-те 9. Мұнда 81-ді қойсам, 9 80 ол да 2 болады. 4. Мінеке балар. Яғни осылай жай ғана мәндерді қою арқылы да тауып аласыз. Өте оңай тауып алады негізі. Қатты қиын емес. Бір-екі рет мүмкін шатасатын шығарсыз, ары қарай тез шығады. Енді қараңызшы, қатынасы бізде неше болады? Қатынасы бізде неше болады? Так, x ба бізде қайсы? X дегеніміз 9 болды, y дегеніміз 81 болды, қатынасы 9 шығады сонда. Бітті. Яғни түсіндер, яғни осылай дәрежелерді жазып аласыңдар да, бұл всегда мен көрсеткіштікте логарифмде всегда қолданатын методика, мен дәрежелерді 2 қатар, 3 қатар жазып аласыз, и көзіңізге өзі жауап анық көрінетін болады. Келесі. Жанаманың теңдеуін табу керек. Не дейді? 4x қосылған бір түзуіне параллель болса, мына функцияның графигін жүрген жанаманың теңдеуін тап дейді. Қиындау екен. Жалпы жанаманы түсінбейтін болсаңыздар, китайский методикамен қалай шығарамыз, балар? Китайский методикамен қалай шығарамыз? Мынау қиындау екен. Обычно біз x0-дермен шығаратын едік, балар, қаңдаршы. 4x қосылған бір түзуіне параллель болса, графигіне жанаманың теңдеуін тап дейді. Үшін былай енді. Жалпы қиын мынау есеп, балар, шын айтайын. Бұрын даже мынандаймен қарастырылған едік. X-ның алда 4 болса, жалпы мынау параллель болатын болса, калары тең болады да, мынау 4 болса, жанамада 4 болады дейді, бірақ мынау барлығында 4 қойып тастаған ғой мыналар. Жарайды енді. Енді сіздерге мұнда самый тағы бір методикасын көрсем балар. Жалпы жанама мен мынау графикті алатын болсақ, екеуі бір-бірін тиіп кетеді ғой. Яғни жанасып кетеді, жанасу деген сол, жанасу деген сөз. Бұл деген сөз, яғни екі y бір-бірімен тең болып кететін нүкте деген сөз мына нүкте. Онда біз жауаптағы варианттармен есепті бір-біріне теңестіреміз. Бітті. Кәдімгі y пен y теңестіреміз.
Қараңыздар, 4х минус 4-ті теңестіремін, минус х квадрат минус 2. Тағы да айтамын бар, өте қиын түрі жанаманың. Бірақ мынау мені шығару жолым, бұл өте оңай. Қараңыздар, бері қарай келсеңіз, х квадрат қосылған 4х минус 2, все, мынада шешім жоқ. Мынада шешім жоқ. Значит, жауап А болмайды. Түсініп отырсыздар ма? Қалай істегенімді? Жай ғана есеппен вариантты теңестіремін. Жай ғана есеппен вариантты теңестіремін. Так, келесі, мұнда да дәл солай. 4х қосу 2-ні минус х квадрат минус 2 теңестірейік. Бері қарай алып келеміз, х квадрат қосылған 4х плюс 4. Все, мынада жауап шығып тұр екен. Минус 2-де минус 2. Болды. В принципе, уже жауап Б деп алсақ болады, балалар. Қалғандарын мен сіздерге көрсетейін. Сенімдімін, бірақ тең болмайтыны сіздер үшін ғана көрсетейін. 4х қосылған 3-ті минус х квадрат минус 2 теңестіремін. Бері қарай алып келсек, 4х қосылған 5 болып кетеді. Мынаның шешімі жоқ та жоқ. Келесі соңғысын көрейік. Сіздер үшін тоже тексеріп көрсетейік, енді күмән қалмасын. Минус х квадрат минус 2. Бері қарай аударамыз, х квадрат қосылған 4х плюс 1. Бұның да шешімі жоқ. Балалар, ветті білу керек, енді есептер тез шығару үшін. Так, қараңыздаршы, не болды? Просто біз екі графикті теңестірдік. Сол кездегі түбірі бүтін бір сан шығу керек, бітті. Соны іздедік. Түсіндер ғой, енді басқа бір санда болуы мүмкін, иррационал, бірақ енді балалар, бұл ұбт ғой, ұбт-да қиын ештеңе берілмейді. Яғни основной әдістері осы. Түсінікті ма? Так. Көлбеу, не дейді? Проекцияның ұзындығын табу керек екен ғой, понятно, иә? Енді бұл жерде мен өзім үнемі жиі қолданатын әдісім бар, сол әдісті көрсетейін. Балалар, көлбеу жазықтықпен 60 градус жасап көлбеген, көлбеудің ұзындығы 18 болса, үшін бұландай бар. Мына көлбеудің ұзындығы 18. Проекция мынау, проекция, көлеңке. Геометрияда енді айтқанда суретін салмай, дым істей алмай, ештеңе істей алмайсыз бұл осыны. Мына жақ 60 болатын болса бар ғой, мына жақ 30 градус қой, значит, тікбұрышты оқытады. Енді мен үнемі қолданатын теориям бар, қараңыздар. Мына любой бір бұрыш мысалы 30 градус болатын болса, тікбұрыш бұрышта қашықтықтан катет x болады 30-ға, гипотенуз 2x болады, үшінші x төрт 3 болады. Осындай лайфхак бар. Дәл осы бойынша шығара салсақ болады. Сонда мынау 18 болатын болса, қашықтықтан катет ол 9 болады. Бітті. Себебі мынау 2x x бойынша. Бізге как раз сол проекцияның ұзындығын тапып тұр, проекцияның ұзындығы 9. Міне, осындай лайфхак. Осындай лайфхак. Тез есеп шығарады, мына жаттап алыңыздар балалар, өте эффективный формула. Келесі, геометриялық арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессияға байланысты китайский методика. Яғни былай шығара алмасақ. Бізге не дейді? Прогрессияның 160 қосындысы 165-ке тең болатындай неше мүшесін алу керек. Просто балалар, просто калькуляторда аласың. Просто қосасың. Бітті. Қараңыздаршы, 5 қосу 7 қосу 9. В общем, не түсініп жатыр, 2-ке қосып отыр ғой. 2. Солай қоса бересіз. 9-дан кейін қандай сан енді? Или жазып берейін ба сіздерге? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 деген сияқты. Өйстіп жазып қояйын примерно мен сіздерге, чтобы сіздер не істемедіңіздер, түсінбей қалмадыңдар деп қоймын ғой. Міне осыларды қосайық енді. Қай жерге дейін қосқан кезде бізде 165 болады, соны іздей саласың, бітті. 9-9-дан келесі 11-ді қосамыз. 11-ден кейін 13-ті қосасыз. 13-тен кейін 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25. Бітті, 25-ті 165-тен аяқталып болса, 25-тен аяқталып болса балар. Енді санайық. Сол 25 нешінші тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни 11 мүшесін қоссақ 165-ке тең болады. Так, не түсініп отырсыздар жалпы? Айтарым мынандай. Дым формула түсінбесеңіздер, дым есеп шығара алмасаңыздар, енді амал жоқ осылай жасайсыздар. Бірақ арифметикалық геометриялық прогрессияның формулалары негізінде осылай жасамасын, ұзақ уақытты жібермесін деп жасалған нәрсе ғой енді. Өкінішке орай енді формула түсінбей есеп шығара алмасаңыздар, осындай қарапайым нұсқасымен шығарсақ болады. Так, кеттік келесі. Қараңыздар. Бұл жерде айтар лайфхагым мынандай, балалар. Жалпы екі түзу бір-біріне параллель болатын болса бар ғой, мына астында тұрған сандар байқапсыздар ма? Осылар то ли тең болады, то ли олар пропорционал болады. Мысалы 4, 6, 10 немесе мысалы -2, -3, -5 деген сияқты осындай бір
пропорционал сандар болады. Сол сандарды іздейтін болсақ, бізде 2, 3, 5 міне жауап д ғана тұр екен болар. Міне бірінші айтарым осы. Екінші айтарым, мына нүкте арқылы өтетін болатын болса, значит мына нүктенің координаталары тұрады. Қазір 2 минус 1 1 бітті. Все, жауап осымен все. Кеттік келесі. Ата қиын мынаны шығарады десем. Келесі көбейтінді түрінде келтіріңіз. Мынандай осылай опять формула қолдану керек екен. Енді біз формулаларды шығара алмаймыз, түсінбейміз деген вариантпен китайский методикамен қарастыратын болсақ, сіздер бұл әдіспен уже таныссыңдар, уже мына что-то қайталанып жатыр ма? Енді мен бір нұсқаның ішіндегі есептер ғой. Так, не істейміз? Жай ғана бағанағыдай 0-ді қойып тастаймыз. Даже қараңдаршы, x пен y екеуіне де қойып тастаймыз. 0-ді қойып 27 шығады. Мынаның бәрі 0 болып кетеді, мынаның бәрі 3 пен минус 9 минус 27 бұл емес. Мынау 0 болып кетеді, 3 минус 3 пен 9 тағы да минус 27 бұл емес. Мынаның бәрі 0 болып кетеді, 0-ді қойсам 3 пен минус 9 тағы да минус 27 бұл емес. Мынаның бәрі 0 болып кетеді, 3 пен 9 27 шығады. Все, жауап. Түсінер ма? Жеген 0-ді қойып тастадым, x пен y-дің қатары 27 шықты. И жауаптарға да 0-ді қоямын, 27 шықты. Яғни түпнұсқасында болды, жауабы да. Так, келесі. Көп мүшенің бүтін түбірлерінің саны дейді. Мынаны кәдімгідей көбейткішке жетеу керек, немесе қандай да бір немесе көп мүшенің әдістеріне салу керек. Бірақ біз не істейміз, балалар? Сіздерге бір қызық әдіс айтайын. Осы мына соңында тұрған бос мүше бар ғой, иә? Бос мүше тұр ғой, иә? Соның бөлгіштері қараңызшы. Бос мүше нешеге бөлінеді? Минус 2-ге бөлінеді, плюс 2-ге бөлінеді, минус 1-ге бөлінеді, плюс 1-ге бөлінеді. Осы 4 шешім айтқан төртеуі осы көп мүшенің шешімі болуы мүмкін. Бітті, басқа шешім жоқ. Яғни осы соңында тұрған нәрсені жіктеп шығасыздар. Егер соңында сан емес, мысалы бір 3x деген сияқты болатын болса, онда біріншіден мына x-ке қатысты болғандықтан ол 0-ге тең болады біреуі. Сосын кейін мына 3-ті жіктеп көбейткішке жіктеп шығасыздар. Яғни осындай бір қулық бар, керемет лайфхак бар. Қараңыздаршы, енді осылардың қайсысында расымен 0-ге айналады, соны таба саламыз болды. Мыналарды қою керек просто есепке. 2-ні қойсақ, 2-ның 6 дәрежесі 64, 2-ның 5 дәрежесі 32, 2 көбейтілген 4 16, 2-ның квадраты 4, 2, 2. Так, мынау 0 жойылып кетеді екен. Мұнда 2-ның 5 дәрежесі 32 ғой, 25 қойып тұрмын. Қараңдаршы, минус 32, 32 64 тоже 0. Яғни жауап 2 нақты болады. Нақты. Так, келесі минус 2-ні қойсақ, 64. Мұнда плюс 32 көтеді, минус қойғандықтан мұнда 2 көбейтілген 16 қалады, 4 плюс 2 минус 2. Мен ойымша уже мына жерде болмайтыны көрініп тұрған сияқты. Яғни мұны қараңыз, 0 шықпайтыны. Келесі 1-ді қойық. 1 минус 1 минус 2 плюс 1 минус 2 минус 2. Қараңыздар, мынау 0 болса, болды, арғайын өлген алмайды тоже. Яғни 1 болмайды, өкінішке орай. Минус 2 болмайтын айттық. Бір шешім немесе екі шешім. Последний минус 1-ді ғана тексеру ғана қалды. Көрейік. Минус 1-дің 6 дәрежесі плюс 1. Минус 1-дің 5 дәрежесі минус 1. Минус 1-дің 4 дәрежесі 1 болады. Мұнда квадратты 1 болады. Мұнда минус 1, минус 2. Өшім қараңыздар балалар. Мұқият. Әдейі мен жақшылар қалып көрсеттім. Мына екеу қосылып 2 болады. Мына 2 мен азайтылып 0 болады. Мына екеу қосылып 2 болады. 2-ден азайтылып 0 болады. Өшім бізге минус 1 керек. Сонда 2 бүтін шешімі бар. Яғни мына бүтін шешімдердің саны қандай деп әдейі бізге жаңағыдай бетіп қойып тастамасын деп жасырып тастаған ғой мыналар, көріп тұрсыздар ма? Біз бәрібір тауып алдық. Түсіндер ма? Қалай тапқанымды? Осылай бір дерзкий әдіс. Кеттік келесі. Теңсіздікті шешіңіз, түбірдің ішінде модуль, базар жоқ қиындау екен мынау. Енді конкретно китайский методиканы кәдімгідей қолданатын жер мынау. Потому что есеп нереально қиын. Қараңыздар. 0-ді апарып қойық біз, любимый санымызды. 2, мынау 0. Түбірәсік 0-ден үлкен дұрыс. А нұсқасында 0 бар, Б-да 0 дұрыс болу керек үшін. Б-да 0 жоқ, 0 болу керек, керек емес. С-да 0 жоқ, о да керек емес. Д-да 0 жоқ деп тұр, о да керек емес. Бітті. 0 болу керек, потому что 0-ді қойсақ дұрыс болып шықты. Все? Мәссаған. Қараңыздаршы барып, мына жағында қараңыздаршы, қандай қиын есеп. Бірақ беттікті шығара салдық. Бітті, 0-ді қойдық та. Келесі. Ух ты, бұда біздің жүк көретін тағы да шықты оны деген. Ай. Балар, енді бұл жолы бар ғой, мен сіздерге бұл есепті қазір сурет салып тұрақтан бұны пик деген формула бар. Пик деген шығаратын боламыз.
Бар, осындай бір формуласы бар, яғни. Қараңыздар. И деген бұл мына боялғандағы ішкі аймақта тұрған түйіршіктердің саны, Б деген границадағы. Короче, не нәрсе бұл? Ішкі не дегендер соны көрсетіп жіберейік бар. Мына суретті сәл үлкейтеміз ау деймін. Сізге анық көріну үшін. Қараңдаршы, мынау түйіршіктерді көрсетіп, мына жерде боялған жерлерді, яғни екі тор көздің қиылысқан жерінен аламыз. Мына біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бітті. Прям ішіне жатқан бөлік. И бізде 5-ке тең. Б деген ол границадағылар. Мына жерде түйіскен біреу, мынау екеу, мынаны алмаймыз бұлар. Екі түйіршік түйіспеген, бұрысы қиып өткен. Мынау да алмаймыз. Мына жер қиылысқан, міне. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Мыналарын алмаймыз. 8. 8-ді 2 бөлсек 4. 9, 9-дан 1 жазсамыз 8. Бітті. 8 бірлік. 8 бірлік. Түсіндер ма? Балар. Пик формуласы деген. Қараңыздаршы. Жаңағы осының алдындағы шығару жолын көрсетейікші сіздерге. Міне, мұнда да 8 шыққан ғой, көрдіңдер ма? Мұнда да 8 шыққан, бізде де 8 шықты сонда. Бізде де 8 шықты. Түсінікті ғой, пик формуласы деген. Осындай формуламен шығарып тастасақ болады. Егер біз түсінбесек. Балалар, сіздерге енді сәл арасында перерыв жасап алайық, шаршап кеткен шығармыз. Сабақ оңай емес. Былай. Топ 500 математикалық лайфхак, яғни китайский методикамен жазылған курс бар. Соны таныстырып өтейін. Балалар, қараңдаршы, осылай ABCD деген көрсеңдер, осындай бөлімдер, яғни ОБТ-ның форматы ОБТ осындай форматпен құрастырылады. Дәл сол форматпен біз модульді жасап тастадық. Әр модуль, қараңыздар, әр модульдің ішінде осылай қаншама лайфхактар бар. Яғни, мысалы, тригонометрияның қаншама лайфхактар осылай кете береді, каждый жеке-жеке. Әр модульді ішінде осылай бөлінеді. Яғни, мына жерде не өтті? Әр бөлімнің ішіндегі сабақтарды мен көрсетіп отырмын. Так, енді бұл методика бізге қандай нәтиже береді? Яғни балалар, көресіздер, математиканы 44 жинаған, 42 жинаған, 41 жинаған, 45 жинаған, яғни бұл мен өзінің оқушыларының нәтижелері ОБТ тапсырып. Мінекей, Еркежан 45, Димаш 47, 43, 40, мінекей балалар. Яғни бұл жерде наурызда бар, қаңтарда бар, нағыз ОБТ да бар. Яғни осындай нәтижелер береді. Енді бұл курсты алғаныңыз келсе, жаңа промокод кемел адам деген промокод бар, сол бойынша келіп, біз курсқа WhatsApp-қа жазсаңыздар, жеңілдікпен ала аласыздар. Жақсы, енді бір қатты бір агрессивный реклама жоқ. Балалар, келесі, бізге не дейді бұл жерде? Контекст 7+4 мынандай бір иррационалды сандар деген беріліпті. Осыны табу керек екен. Тоже біз енді мынандай әдістермен шығара алмасақ деп қарастырайық. Өзара тең сандарды табыңыз дейді балалар. Ошым енді білесіңдер ғой, бұл бағана қолданған методика, біз аламызда калькулятормен кеттік. 3-дің түбірін табамыз, 4-ке көбейтеміз, 7-ні қосамыз. А деген 13,92. Әр санды жеке-жеке жазып аламыз. Б деген неше? 7-ні азайтып, мына саннан қайттан 7-ні азайтамыз. Сонда бұл менде таңбасы бірақ плюс болады. 0,0717. 0,0717. В общем, каждыйын жеке-жеке есептеп жатырмын бұлар. С-да дәл осы А-ға бөлеміз, яғни 13,92-ке 1-ді. Д-да керісінше 0,0717-ге бөлеміз. Сөйтіп, әр санды жеке-жеке есептеп алайық. 1-ді бөлем 13,92-ке 0,0718, яғни 0,0717 деген сөз ғой сол, 18 деп тұрған жер. Так. Бұнда керісінше бөлсек, уже понятно сияқты, я? 0,0717, мынау 13,94, 13,92, мінекі осы жер. Қараздаршы, общем, не түсіндік сонда бұл жерде? Тең сандар А мен Д тең екен, Б мен С тең екен. А мен Д, Б мен С деген жауап бар міне. Бізге өзара тең сандарды көрсетті дейді. Так, жақсы, осы бір нәрсені біз жазып алсақ деген күшті болушы еді, жарайды енді. Келесі слайдтарға өтпейді бірақ. 13,92, 0,0717 ғой, жаттап алайық. Келесі. Тоже осылай, қосындысын есептеп деп айтқан екен. Қосындысын есептелген. Қараңыз, А деген жаңа 13,92 болды, е? Б дегеніміз 0,0717 болды. Так, А мен Д тең болды, Б мен С тең болды. Так, енді істейміз біздер бұларды қосамыз. Қосындысы 14 болатын дейді. Енді А мен Б-ны қоссақ 14 шығады, Д мен С-ны қоссақ 14 шығады, сонда А мен Б-ны, Д мен С-ны. Себебі қараңыздар, 13,92-ке
13.92 0,07 қоссақ. 13.99 или 14 қой. Так, келесі. Ну, вообще рахат болып кетті ғой. Калькулятормен пытырлатып отырық. Так, келесі. Не дейді мұнда? Түбірасты Б өрнегінің мәнін тап дейді. Бағана Б нешеге тең болады? 0,0717 ғой. Осыны түбірге ал деп тұр ғой, болды. 0,0717. Мынаны шығару жолдары балалар, мына жерде қараңдаршы, мына шығару жолы сұмдық мынаны деген. Андай әдіспен шығатын есеп қой негізі. Біз бірақ просто калькулятормен пытырлатып отырық, қараңыздар. 0,0717-тен түбір тап дейді. 0,2677. Все, осы қайсында тұр, соны іздейік енді. 0,20. Мына бірден түбірасы 3-ті азайтсақ. Жақсы, міне сәл 3-тің түбірін тауып, 1,73-ті 2-ге көбейтем, азайтам 1-ді. 2,46 А емес. Б да 1,73-тен 2-ні азайтам, минус шығып кетеді, көрдіңдер ғой, мынау емес. Мұндара дәл солай минус шығып кетеді, сонда жауабы С анық, потому что қараңыздар. 2-ден біз 1,73-ті азайтсақ, 0,27, 0,26 осы жауап шығады, яғни. Жауабы С. Келесі. Тағы да түбірасты А өрнегін тап дейді, керісінше, яғни түбірасты A'ны тап дейді деген. А өрнегі 7 қосылған, қанша болды? 13.92 болды бұл, е? Осыдан түбір таба саламыз дейтін жерде, просто. 13.92-ден түбір. 3,73. Мынау ғой енді. Мынау 2-ге 1,73-ті қоссақ, 3,73. Болды, көзге оттай сразу көрініп тұр маған жерде. Себебі қалғандары болмайды енді. Келесі, 67. С түбірасы мен түбірасыдан азайт деймейді, болды. Тоже мынандай формулаға қолмаймыз, үшін кәр. Бәрі кетайский мұнан бізде. Ойландар, бір ғана калькулятормен контекстін 5 есеп шығартсаңыз ғой. Түбірасты С. А мен Д тең болды балар. Есіңізде ұмытпайық. 13.92. Мынау Б деген 0,0717 болды. А мен Д тең болды, Б мен С тең болды. Сонда С дегеніміз мынау, Д дегеніміз мынау. Екеуін бірін азайтамыз, короче. 13.92-ден 0,0717-ні. Жоқ, оларды түбірге аламыз ғой, каждый еще. С-ның түбірін табайық бірінші. 0,0717-ні түбір табамыз. 0,2677, міне С дегеніміз. Д-дан түбір табамыз. 13.92-ні түбірі. 3,73. Сосын квадраттаймыз. Бітті. 3,46, осының квадратын тапсақ. 11,99, 12. Бітті. Күштігі, да? Да, келесі. Саған, мынау енді функция. Функциядағы парабол төбесін түсінбесеңіздер, енді парабол төбесін табуды мүлдем қақпасаңыздар, енді ауыр айтып қойдым ғой, бір жалпы ұмытып қалсаңыздар деген сөзім ғой. Так, қараңыздар. Коэффициенттердің мәндерін сәйкестендіреді. Балалар, параболдың төбесінің координатасы деген сөз, сол функцияның координатасы, яғни x пен y-гі, бұл былай деген сөз. X тапарып қойсақ, есепке мәні y шығады деген сөз, да, просто. Қараңыздар. Сонда биден тұрмыз, короче. Мына функцияға әрбір x-ның орнына -4-ті қойып шығамын. Қараңыздар. Теңестіремін -12. Себебі x-ның орнына -4 қойсам, y -2 шығады деген сөз. Сонда не болады, қараңыз? Мынау енді мощный әдіс болар. Мощный лайфхак негізі. Так. С -4b тең жақта -28 болып кетеді. Минусқа көбейтіп жіберейік барлығын. 4b минус с тең 28 болады керісінше. Просто удобно болу үшін. И тут маған мен сын тапсам, бұны таба берейін жайды. 28-ге с-ны қосамыз, сосын 4-ке бөлеміз сонда. Қараңызшы. Не істейін жатырмын? Қараңыздар. Б менде бүтін сан болу керек. Қараңыздар, мынау сұмдық әдіс енді. Мысалы, с 8-ге тең болса деп қараймын. 28-ге 8-ді қоссам, 36. 36-ны 4-ке бөлсем, 9. Егер с 8-ге тең болса, Б тең 9 шығады. Б 9 деген жоқ бұл жерде. Байқадыңдар ма? Значит, 8 емес. Келесі, егер с 3-ге тең болса, 31. 31 4-ке бөлінбейді. В общем, Б нақты сан шықпады. Егер с 2-ге тең болса, 30 34-ке бөлінбейді. В общем, нақты сан шықпайды. Бүтін сан шықпайды. Келесі с 4-ке тең болса, 32 4-ке бөлінеді, 8 шығады. Б тең 8. Міне? Яғни, сызып тастаған емес. С тең 4, Б тең 8, яғни с 8-ге тең болмайды деген сөз ғой бана. С тең 4, Б тең 8 деп өзі алып шыға салды. Бітті? Все.
осылай та шығара салсаңыз болады, егер ештеңе түсінбесеңіздер, яғни парабол теңдеуіне байланысты. Келесі, дұрыс көпбұрыштың әрбір ұшы мынандай планиметриялық геометриялық есеп, тоже қызық есеп. Қызық лайфхак айтамын балалар, қазір көресіздер. Дұрыс көпбұрыштың әрбір бұрышы 144 градусқа тең болатын болса, жалпы любой фигурада ішкі бұрыш пен сыртқы бұрыштың қосындысы 180 болу керек. Онда біз сыртқы бұрышын тауып алайық. 180-нен 144-ті азайтайық. 180-нен 144-ті азайтайық. Әр сыртқы бұрышы 36 градус. Так, сыртқы бұрышы бізге не береді? Любой фигураның сыртқы бұрыштарының қосындысы 360 градус болады. Значит, мен оны 36-ға бөлетін болсам, қабырға саны шығады. Қабырға саны 10-ға тең сонда. 36-ның 360-36. Яғни маған айтты, көп бұрыштың қабырғалары санын тап деді, ол 10-ға тең. Ешқандай формула қолданған жоқпын, байқандар ма олар? Анау Pn-2 дегендер керек емес. Енді көп бұрыштың диагоналдар саны қанша? Мынау енді вообще крутой лайфхак балалар, негізі. Бұл енді комбинаториканың бір идеяларына ұқсайды да, жалпы негізі. Қараңыздаршы, 10 қабырғасы бар деген сөз, 10 точка бар деген сөз ғой, жалпы айтқанда, иә? 10 точканың бір-бірімен бүйтіп байланыстыратын болса, қанша кесіндеп шығуы мүмкін деген сұраққа жауап беру үшін, сіз просто 10-ды 9-ға көбейтіп 2-ге бөле саласыздар, бітті. Негізі балалар. Енді бір қиын нәрсе емес, потому что бір точка өз-өзімен кесінді құрай алмайды деген сөз. Сондықтан, мысалы 10-шы точканы 9-шы точкамен құрайсыз, екеуін байланыстырасыз, екеуі бір қабырға болғандықтан 2-ге бөлесіз. Екі точканы байланыстырып, бір сызық санап тұрсыз, сондықтан 2-ге бөлесіз. 45 шықты. Бірақ 45 деген жауабы жоқ. Неге? Себебі бізге айтып тұр ғой, диагональдарын сана дейді. Мысалы, мыналар қабырға болып кетеді, мыналардың бәрі. Диагональ деген ол іште жүреді, байқандар ма, іш жақтарында. Сонда біз неше қабырға бар? 10 қабырғалы болғандықтан біз 10 мынандай қабырғаны алып тастаймыз. 45-тен 10-ды азайтсаймыз, 35. Бітті. Мынау мощный, любой әдіске қолдануға болады. Мысалы, қалай түсіндірейін сіздерге? Мысалы, самый қарапайым мына 4 бұрышты көрсетейінші сіздерге, давайте. 4 бұрыш, 4 нүкте ғой енді. 4 нүкте арқылы неше қабырға құрастыруға, неше қабырға кесінді бәрін құрастыруға болады деген жауап беру үшін 4 пен 3-ті көбейтіп 2-ге бөлеміз, 6. 6-дан мына 4 қабырғасын алып тастаймыз, 2 қалады. Яғни расымен 2 диагоналі. 1, 2. Ұқтыңдар ма? Мына 4 деген сөз, 4 бұрышында тұрған 4 қабырғаны алып тастай саласыз. Неше қабырға үшін сол қабырға санын алып тастайсыздар, бітті. Кеттік келесі. Не дейді? Мынау өрнекті апарып, мынау кәдімгі теңдеу шығару керек қой енді элементарный. Енді принципиально китайскиймен шығаруға тырысып жатырмын мен, балалар. Теңдеу шығарылмасаң деп. Короче, былай, екеуінің қатынасы 3 болу керек дей ма? N бөлінген M 3-ке тең. Бұл енді ондай сандар көп қой негізі. Мен бірақ бүйтемін мына. Мына жерде M мен мына жерде жатыр деп тұр ғой. Осы жерге жатқан аралықтар қалдыршы. 0 мен 2-ні тік жақша жерде сіздерге көріне ме? Сіздерге анық көрініп тұр ма екен сіздерге? Қараңдаршы. 0 мен 2 тік жақшада тұр. Сондықтан 0 жатады, 1 жатады, 2 жатады мына жерде. Сосын 2 мен 4-дің арасында 3 бар, мына жерде А-да. Мына 0, мына жерде 1, 2 бар, мында 3 қана бар, мында 5 қана бар, мында 5, 6, 7 бар. Осылар жазып шығамын. 0, 3, 3-тен кейін 5, 5-тен кейін 6, 6-тан кейін 7. Жалпы өзі жататын сандардың мәні осы екен. Осы сандар ғана жатады екен бұлар. Байқандар ғой, иә? Осы қана сандар жатады екен. Так. Енді істеймін қамна. Сәл, не істеп алайын? Экранымды дұрыстап алайын бар. Так, енді қараңыздар. Бізге екеуін бір-біріне, мына M мен N жауаптар ғой, мына бәрі M мен N болуы мүмкін жауаптар бар. Екеуін қатынасы 3 болу керек деп біз бүтін деп қарастырып отырып пока. Қараңыз, екеуін қатынасы 3 болатын. 3 болатын. 6-ны 2-ге бөлсе 3 болады мысалы. Бұлай болса 3 болады. Так, қандай жағдайда тағы да 3 болуы мүмкін? 3-ті 1-ге бөлсем 3 болады. Міне. Все, осы екеуін болжап кете берейік балар. M бізде 2-ге тең, N бізде 6-ға тең деп қарастырайық. Мынау сонда 4 болады. N бізде 6 болса 36 болады. Астында M бізде 2, мынау M ғой, мынау если что. 2 қосу 6. 40-ті 8-ге бөлсек 5. Расымен 5 шықты. Болды, жауап все. N6, M2. Тауып қойдық сразу. Со M6 қай жерде жатыр деп тұр ғой? M6 бізде сол 4 пен 8-дің арасында жатыр. N бізде 2 болса, ол бағана 0 мен 2-ның арасында жатыр. Бітті. Осылай шыға салады. Келестік. Көрдіңдер ме? Ештеңе шығарған жоқпын, жалпы шығару жолын білмесем деген сөзім ғой бұл жерде. Мына жерде вообще балалар, қараңдаршы, виетпен шығатын болса күрделі қиын есеп мынау жалпы негізі. Бұны китайскиймен қалай шығарамыз? Толықтай китайскиймен принципиально шығаруға тырысып жатырмын.
Так. Мына есептің ветпен шығару себебіміз бұл дискриминанттан нақты түбір шықпайтын болғандықтан ғой. Бірақ біз балалар ветпен шығару, китаймен шығару үшін біз наоборот бұны дискриминантпен шығарамыз. 29 болып кетеді екен. И 29-дың прям түбірін тауып жібереміз біздер. Как обычно 29-ның түбірі и 5 те 38. Ташы 51 деп 4-тен бала керек. 5-38. Оған 3-ті қосамыз. Бөлеміз 2-ке. 4-19. Келесі. 29-ның түбірін табамыз. Оны 3-тен азайтамыз. Бөлеміз 2-ке. Таңбасы минус 1-19. Все. Не дейден мыналарды? Осыларды наоборот бір-біріне бөл дейді. Мына жерде А-дан нұсқасын байқасама 4-19-ды минус 1-19-ға бөл. И наоборот минус 1-19-ды 4-19-ға бөл дейді. А мұнда каждыйын жеке-жеке бөл дейді. Болды. 4-19 и 1-19 салайық. Осы есептей саласыңдар болды. Кеттік қалып. 4-19-ды бөлеміз 1-19-ға. Бұл ветпен шығара алмайған наугад белгілегеннен гөрі бұл оңайырақ. Минус 3-52 болар. Сразу айтайын, бұл есеп шығара алмай қиналғаннан гөрі бұл вариант ең оңай әдісі. Минус 3-52. Келесі 1-19-ды 4-19-ға бөлеміз. Минус 0,28. Екеуін қосамыз. 3,52-ке. 3-8. Минус 3-8 деген жауап бар. Шықты. Келесі. 1-ді 4-19-ға бөлейік. 0,2386. Мынаны есептеп отыр бұл. Келесі 1-ді 1-19-ға бөлейік. Минус 0,84. Екеуін азайтақ. 0,6 минус. Все, шықты екеуде. Сәл енді анаған қарағанда қиындау, анау қиын, мынау ұзақ. Бірақ зато тез жауап шығады. Ана жақта қиын есеп шығара алмай қалғаннан гөрі. Келесі. 6-ға бөлгенде бір қалдық қалатын екі таңбалы сандар тізбегінің қосындысы. Ойбай, не ғой? Прогрессия ғой, иә? Кеттік. Тоже шығара алмасақ. 6-ға бөлгенде бір қалдық қалатын екі таңбалы сандар тізбегінің қосындысы мен 15-ші мүшесінің мәндерін тапты. Дейін бала, бұл жерде 6-ға бөлгенде бір қалдық қалатын сан, ол 12 қосылған 1 ғой, мысалы. 12 бөлінеді, екі таңбалы болу керек, 13 сонда. Осылай сандарды жазып шығамыз. Ең соңғысы қандай дейтін болсақ, бұл 96 қосылған 1, яғни 97. 96 себебі 6-ға бөледі. Енді бұл арифметикалық прогрессия шығар деп болжап көрейік. 12-ден кейін бөлінетін сан 18 ғой. 18 қосылған 1, сонда 19. Одан кейінгі 6-ға бөлінетін сан 24. 24-ке бір қалдық қосамыз 25 сонда. Араларын қарайтын болсақ, бұл жерде 6 ма? Плюс 6 қосылады. Значит, бұл арифметикалық прогрессия. Нақты. Көрдіңдер ма? Так. Енді бізге не дейді? 15-ші мүшесін мен 15-ші мүшесін, просто қосындысын және 15-ші мүшесін таба сал дейді. Болды. Негізі мынандай әдіс бар негізі. Мысалы қараңызшы, 96-ны неше сан бар екенін есептеу үшін 96-ны 6-ға бөле саламын. 16. Бірақ мына 12-ге дейін 6 деген сан барды, соны бізге керек емес, потому что 2 таңбалы ғой. Сонда нақты 15 сан бар деген сөз. Бітті. 15 мүше бар. Неге 96-ны бөлдім? Потому что бәріне плюс 1 қосылып тұр, сондықтан 96-ны ала берейік. 97 емес, 96-ны. Сонда қара 15 мүшесі бар, сонда 15-ші мүшесі сол 97-ні өзі болып тұрсында. Міне бірінші. Екінші қосындысын тап. Қосындысын Гаусспен шығарып тастасам болады шығар, бірақ мен барынша тупой болып шығаруға тырысайын. Сондықтан мен алдымда барлығын қосам. Бүкіл. Түсіндір ма? Балалар. Яғни не істейміз? Мына бүкіл тізбекті жазып шығамыз 96-ға дейін. Сондықтан кеттік. 25-тен кейін 6-ны қоссақ, бәріне 6-ны қоса берейік бұл жерде. 31, 31-ге 6-ны қоссақ. 37, 37-ге 6-ны қоссақ. 43, сосын 49, 49-ға 6-ны қоссақ. 55, 55-ге 6-ны қоссақ. 61, 61-ге 6-ны қоссақ. 67, 67-ден 73, 79, 85, 90, 1 и 97. Міне, осылардың барлығын қосып шығамыз кеттік. 13 қосылған 19, қосылған 25. Балалар болды, енді немен айтып отырмын, китайский методикасын бұл уақытта мен әдейі принципиально сіздерге түсінікті болсын деп
самый ең тым түсінбейтін бала үшін айтқанда көрсетіп отыр. Осылай қоса береміз. Калькуляторды көріп отырсыңдар ғой, иә? 825. Міне, 825 деген жауап бар. Бітті. Ата Гаусстың әдіс формуласы деген бар. Сол формуласыз қарастырып жатырмық қой, Китай болғасын. Кеттік келесі. Төмендегі жауаптар ішінен тепе-тең өрнектер тап. Опять мына бізде бағанағы бір ғана әдістің өзін неше есепке қолданып жатырмын. Қараңдаршы, қайта-қайта келіп жатыр осындай есептер. Қараңыздар, төмендегі өрнектерін опять бір санда апарып қоя саламыз. Балалар, жеті мына жерде менде екі не қалып қойыпты ғой, балалар, мына жерде Е қалып қойыпты және F қалып қойыпты, иә? Қараңыздар. Екі вариант қалдырып кеттім мына жерде, байқамай случайно. Қараңыздар, жақсы, мына есептен не істейміз? Бүйтейік. Біз А-ның орнына бір 0-ді қойып жіберейік, Б-ның орнына 1-ді қойып жіберейік, допустим. Мына бәрі 0 өп кетеді, 0 өп кетеді, 16 шығып кетеді екен. 16 шығатындарды іздейміз сонда. Мына 0 өп кетеді, 0 өп кетеді, 0 өп кетеді, мынаның бәрі. Мында 16, 16, 1, 1-дің квадраты 16 шығады А жауапты. Мына 0 өп кетті ғой. 4-дің квадраты 16 шығады. Мында 4 қана шығады, мында 4 шығады. 16-та 16 үшін жауабы А да, Б да болады. Балар, екеуі де болады, мына жерде дұрыс. Себебі мына екеуі түрлендірген кезде. Так. Осы мен мына жерде тағы екі нұсқасын байқамай қалдырып кеттім балар. Осы А нұсқасы мен Б нұсқасы қойдым, жерде потому что өрнек немесе өрнектер деп тұр, байқапсам ма? Мінекей. Так, кеттік келесі. Жауаптардың ішіндегі 120 градустан үлкен бұрыштар дейді. Енді мынау слишком оңай сияқты. Қараңыздар, просто 120 градустан үлкен бұрыштарды іздей саласыздар. Пи деген 180, немесе пи бөлу 3 мысалы 60, немесе 2-ні 180-ге көбейтесің, 3-ке бөлесің, осылай ғой үшін. 120 градус болып шығады. Мынау бізде 150 градус болады, мынау бізде 90 градус болады, мынау бізде 64 240 градус болады, мынау минус 60, өшім 20 градустан үлкендері сонда 240 пен 150 градус көрініп тұр, иә? Так, келесі. Тоже арифметикалық па? Геометриялық прогрессия. Так, теңдіктері орындалады. Төмендегі жауаптардың ішінен мөлшерлері тең болатындар табыңыз дейді балар. Үшін болар, бейтеміз. Мысалы А2 мен А5-ті көбейткенде 52 шығатын болса, ол қандай сандар болуы мүмкін? Осы бүтін сандар ретінде іздеп көрейік. 52 шығу үшін бізде ол 13 пен 4-ті көбейтсек 52 болады. Кстати, өспеледі ғой. 4-те 13 болады, наоборот, кішкентай көрейік. Сосын 2-де 26. Сосын әрине 1 мен 52 болуы мүмкін. Басқа вариант көрмей тұрмын. Так, енді қараңыздар, бізде мынандай бір қызық нәрсе бар жалпы. Мысалы қараңыздаршы, А2 мен А5-тің қосындысы мен А3 пен А4-тің қосындысы тең болады. Себебі мына индекстердің қосындысы 7, мынандай индекстердің қосындысы 7. Байқадыңдар ма? Ол бірінші. Осындай бір қызықты нәрсе бар. Бұны да айта кету керек, көріп тұрасың айтып жатқаным. Так, екінші балар бұл жерде қараңыздаршы, барлығын қоссақ дейді. Общий айтқанда 34 шығу керек. 34 2-ге бөлсек 17 шығу керек деген ғой, екеуінен де 17 шығу керек, примерно мысалы. Енді мысалы қараңыздар, 17 шығатын жағдай бұл мына екеуі емес қой, 4 пен 13 қой, міне қараңыздар, 4 пен 13. Сонда нақты А2-ның 4 екенін, А5-тің 13 екенін көріп тұрмын. Арасындағы сандары қандай? Енді жуықтап шамамен 2-ні немесе 3-ті қосып қарайық. 2-ні қоссам 5, 7 болып қалады, жетпей қалады. 3-ті қойсам 7, 10, 13. Болды, міне. Плюс 3 қосылып жатыр, бәріне апанық көрініп тұр. Бітті. Сонымен жауаптардың ішінен не дейді? Бізде 4 болады, 10 болады, және 7 болады. Бітті, осылар таппайды. Балар, бірақ мына бір қасиетті білсеңіз, тез шығатынын көріп тұрсыздар, иә? Жақсы, келесі. Теңдеулер жүйесі көрсеткіштік теңдеулер жүйесі екен. Стрешні анау бір әдіспен шығарылмаса. Мына жерде x-ның y дәрежесінен 2-ның 7 дәрежесі, понятно, бітеміз балар. X-ның y дәрежесінен 2-ның 7 дәрежесі болса, x пен y қандай болуы мүмкін? Соның барлық жағдайларын жасайық. Так. Мынандай жағдай болуы мүмкін, мысалы қараңыздар. 2 минус 1 болып, сыртында минус 7 болса, тоже 2 7 шығады. Яғни мен бірінші прямо x, y-ті 7, x-ті 2 деп ала салам ғой бірінші жағдайында. Соны тексерейік шығады мына жерге. X-ті 7 деп алсам, мына жерге 2-ні қойсам, логарифм 2-де 2, расымен 6 шығып тұр. Сонда y-мен де 7, x-мен де 2, қатынасы 3,5 шығып тұр уже апанық. Бірақ бұл точно біреу емес, осыдан бөлек тағы біреу бар, да? Ол мына жерде минус 1, минус 7 болып тұр, балар. Басқа қандай вариант? Бұлар наоборот болуы да мүмкін, қараңыздар. Минус 7, сыртында минус 1 болуы да мүмкін. Осы екеуінің біреуі.
Так, -1-де -7 немесе -7-де -1 болса. Иә, -7-де -1 болса, наоборот болса. Так, қайсысы болуы мүмкін деген сұрақ қоямын. Так, біз бүйтеміз. Y-дің орнына мысалы мына нұсқаны қарасақ, мына y -1 деп алайық. Астына -1 логарифм 2 негізінде x-дің орнына 2-ні -7 дәрежесін қоямын. -7 алдына барса, -1 плюс 7 6 шығады. Міне? Все, угадали принципе. X бізде x менде 2-ні -7 дәрежесі, y менде -1. Енді мына жерде қатынасын көрейік. -1-ді 2-ні -7 дәрежесінен бөлсем, ол 2-ні 7 дәрежесі болады да, по-любому. Таңбасы бірақ -3. -128 шығады. Мәді. Сіздер ғой, осылай қоя саласыңдар. Келесі. 44 сантиметрден дұрыс тетраэдрдің тошы бала. Тетраэдрдің формуласын білмесек, қалай шығарамыз? Жалпы тетраэдр деген фигура қандай екенін білу керек, бірақ тетраэдр деген тең қабырғалы үшбұрыштардың төртеуі. Тетра деген 4 дегенді білдіреді. Енді тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасын аудан табу керек. Аудан таба алмасаңыз, қандай шығарамыз, балалар? Ең самый элементарный герон дегенді білсеңіз жеткілікті. А квадрат түбір 3/4-ті білмесеңіз. Бұл жерде P деген төртеуін қосып 3-ке бөлу, яғни жарты периметр. Ой, 2-ке бөлу, 3-ке бөлеміз. Сонда бізде неше шығады? 6 ма? Сонымен 6, 6-тан 4 өтсек 2, 2, 2. Сонда бізде неше шығады бізде? 24, 48 шықты. 48 ол 4-ті біраз 3 болады. 16 көбейтіп шықпай. 4-ті біраз 3. Яғни бір жағының ауданы 4-ті біраз 3. Бізде осындай 4-ті болатын болса, 14 көбейтесің, 16-ті біраз 3. Мінеке. Балалар, өшім толықтай бір нұсқаны китайский методпен талдап шықтым сіздерге. Принципиально. Так, енді балалар, тағы да айта кетейін, топ 5 лайфхак деген курсты сіздерге ұсынамын. Яғни осындай лайфхактардың 500 методикасы көрсетілген. Әрбір айтқанда сабақтардың барлығын осылай ұбт тестінің құрастыруына сәйкестендіріп осындай бірнеше модульдерге бөліп қойдық. Әрине геометрияға байланысты лайфхактары өте аз, себебі біз оны толықтырудамыз. Так, постоянно обновляю, постоянно добавляю айтқанда идеяларды. Так, келесі балалар. Мысалы осы курсты сатып алған балалардан кішкене отзывтар бөлсек. Не дейтін да, қараңдаршы, взрыв мозга болды ғой, өмірінде есептерін сіз көрсеткен ой шығару жолдары бар деп ойламаппын дейді. Прямо күшті бұрын сонды вообще миыма кіріп шықпайтын есептерді ақырын түсініп жатырмын дейді. Прям дым ұқпай жүрген адамдарға айтарым, ағайдың сабақтарын көріңдер, пайдасы көп. Уақытымда, ақшамда босқа кетпеген түсіндім. Неге сізді оқу жылы бастырғанда кездестірмедім дейді. Так, балалар енді бірнешеумен бөлісіп қойдым. Так, қараңыздар, чтобы сіздерге мынау сенімділіктеріңізді арттырсын деген ғой. Формула жаттау әдістері ұнады, позитивный болып қарап түсініп отырдым дейді. Нейро деген мықты екен, формула миыма қонды. Математика, мынау қызық қараңдаршы, математика 3 рет полный өтіп шықтым, мынандай методты көріп шөгім шоқтау дейді. Не дейді? Мен үшін ең маңызды әрі қиын тақырыптары функция, тригонометрия, лайфхактары тез шығара алатынына қуанып жүрмін дейді. Так. Жақсы енді осындай балалар, осындай отзывтар енді қараңыздар, нәтижесін көрсеңіздер, қарашы, көріп 40 балл алдым дейді, мұнда 39 балл алдым дейді мұнда балалар. Міне, тоже YouTube-тан көрдім, 39 алдым дейді, матем 37 алдым дейді. Мынау ДЖТ-дан құққа ауысқан балалар. Так. Какой-то бір 2 апта уақыт па сондай, өшім 30-дан асып жүрмін дейді, қазір қараңыздар міне. Так. Түсінікті ғой, иә балалар, иә? Мінекей. Яғни осындай курс бар, если что, біздің WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Так, мені әлеуметтік желіден Қайырбек Шауғанұлы деп жазсаңыздар, оңай таба аласыздар. Балалар, китайский методикамен бір нұсқа талдау сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде кері байланыс күтемін. Яғни комментарий жазыңыздар. Өздеріңіз жалпы қай лайфқа өте қатты ұнады, соны жаза кетіңіздер. Жалпы енді сынап жазсаңыздар да болады, енді мен ешқандай қарсы емеспін. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.